Мөлдір Айсұлтан туралы шындығымен бөлісті. Мисс Мөлдір қызымыз Айсұлтанмен болған соңғы жайттарға байланысты өз шындығын жайып салды. Мұндайды ешкім күтпеді. Мөлдір Инстаграм әлеуметтік желісінде көрермендердің бүкіл сұрақтарына жауап берді. Тіпті көзіне жас алған Мөлдір жанайқайын жеткізді. Мөлдір: мен сіздерге Бұлбұл мен Серік Или Ізбасар мен Әсел емеспін достар. Мен Мөлдірмін. Анау үйтіп ет, мынау бүйтіп ет, сен неге олай жасамайсың деп маған айтпай-ақ қойыңыздар. Тазға жолған ба, Или басқаға жолған ба, өзім білемін ғой. Таңдағым келе ма, таңдаймын. Тазға жолықсам да мен ғой жолғатын. Таз болса да, кішкене ми болса да, ақылы болса деп айтып отырмын. Көрермендер Айсұлтанда ми мен ақыл жоқ па деп жарыса жазды. Мөлдір қызымыз көзіне жас алып тағы да жайып салды. Ия, пешенемізге жазған болады. Менің де адамым бір жерде жүрген шығар. Ия, жап жаспын ғой. Бір жасым 35-ке 40-қа келіп қалған жоқ. Сол үшін ой, сен әлі жүрсің ба? Сен тұрмысқа шықпайсың ба деп айта бермеңіздер. Жасым не бәрі 23-те. Жігіт тапсам оны да көресіздер. Таппай жатсам оны да көресіздер. Деп көзіне жас алды Мөлдір. Мөлдір сонымен қатар тұрмысқа шығуға дайын екенін айтты. Ақылы болса деп айтып отырмын болды. Қазіргі таңда жігіт таба алмай жүргенін жеткізді. Менің де адамым бір жерде жүрген шығар. Просто сондай жігіт табылмай жүр. Түсінетін, мен оны түсінетін жігіт табайық бастысы. Барлықтарыңыз сіздер осындай тік айтатын қыздар жігітінің қасында жақсы көрген, ұнатқан, өте керемет қыз болып қалады. Бір сондай жігіт табылмай жүр. Бұрын апаларымыз айтатын еді: жігіт деген тепсең күлдің астында деп. Түсінетін, мен оны түсінетін жігіт табайық бастысы, деді Мөлдір. Еске салайық, Мөлдір мен Айсұлтанның ара қатынасы эфир барысында тоқтаған болатын. Бірақ Мөлдір жобадан кету себебін жеке шаруалармен байланыстырды. Мөлдір: сіздерді көргеніме қуаныштымын. Сіздермен сөйлескеніме қуаныштымын. Сен эфирде емеспін, эфирде мені іздемеңіздер. Енді күшті әңгіме болды. Енді эфирде емеспін. Эфирде мені іздемеңіздер, деді Мөлдір.